кәсіпкерлерге бір үлкен серпін беретіндей жолдау болды. Кәсіпкерлерге жүйелі қолдау көрсету, жер телімдерінің ашық болуы және қаржыға қолжетімділік, осы негізгі үш мәселе туралы қатты баса назар аударды. Себебі кәсіпкер болу үшін ол бірінші кезекте жер керек. Жер телімге қолжетімді болу керек. Біздің алаңда, осы кәсіпкер алаңында, осы жер комиссиясын өткізуге де біз атсалысып бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Соның барлығын қазір бүгін осы жолдаудан нүктесі қойылды деп есептейміз. Себебі бұл жердің, бос жерлердің ақпараттың базасының ашық болуы кәсіпкерлерге осы жөнінде де тапсырма берілді. Жер телімдерінің жаңағы сенбеген кәсіпкерлерге берілуі де осы жөнінде айтылып кетті. Енді кәсіпкерлікті жүйелі қолдау бойынша да жақсы мәселе айтып кетті бұл жерде, және де мынау жастарға, алдағы жастарға, осы кәсіпкерлік байланысқан жастарға 2,5% қаржы беру жөнінде де айтып отыр. Бұл да бір үлкен бір қолдау. Өйткені жастар біздің болашағымыз дейміз. Қазіргі жастар бұрынғы мысалы біздің кезеңдегі адамдар мысалы заңгер болмаса басқа бір экономист боламын дейтін болса, қазіргі жастар кәсіпкер боламын деп ұмтылу керек. Сондықтан ол кәсіпкер болу үшін де жастарға осындай жағдайлар жасау керек, төмен пайызды несие беру керек. Осының барлығы да осы бүгінгі жолдауда өзінің алдағы бағдарда осыны айтып кетті. Енді тағы бір айта кететін мәселе, еңбекақы қорын көбейту мәселесі айтылды. Бұл да біздің қазіргі әлеуметтік проблемамыздың бірі. Салықтың кәсіпкерлерге егер салықты көбірек төлеп ашық болған жағдайда, еңбекақысын көтерген жағдайда оларға қолдау көрсетілетіні айтылып жатыр. Бұл да көлеңкелі экономикадан кәсіпкерлікті шығуға бір үлкен мүмкіндік беріп отыр. Агроөнеркәсіп кешені саласында да бағдарлама қабылдаған кезде мемлекеттік әрине қолдау керек екенін президент баса назар аударды. Осы мәселені импорт алмастыруға байланысты азық-түліктегі осы жерде де айтып кетті. Әр өңірдің өзінің климаттық жағдайына байланысты белгілі кәсіпкерлердің оң тәжірибесін ала отырып, соны қолдануды тапсырды осы үкіметке, ауыл шаруашылық министрлігіне, және осы субсидияның да қолдау түрлерін күшейте отырып қабылдауды тапсырды. Бұның барлығы біздің кәсіпкерлерге демеу бергендей болды. Енді тек бұл айтылған мәселені тек сөз жүзінде емес, оны іске асыру өзімізге байланысты. Осы жерде біз кәсіпкерлер палатасы, біз жергілікті атқарушы билікпен бірлесе отырып, осы мәселені біз шаруалар мен кәсіпкерлермен бірлесе отырып, осыны жүзеге асыруға біз де өзіміз атсалысамыз. Оны бәріміз бірге атқаратын боламыз.